Іскер Азамат YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге Aptest Center KZ-ге қалай тіркелуге болатындығын көрсететін боламын. Бұл сайт педагогтердің біліктілігін арттыру, квал-тест тапсыратын сайт. Бұған қалай тіркелу керек екенін мен сіздерге бүгін пошаговый көрсететін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын міндетті түрде Іскер Азамат YouTube каналына тіркеліп алыңыздар және қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіз және бізге от белгісін қалдырыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздерге Aptest Center'ге кіріп қалай соткамен тест тапсыруға педагогтердің өтініш беруге болатындығын көрсететін боламын. Бұл жерде оқуды жаңадан бітірген педагогтер және квал-тест тапсыратын, яғни категорияға тапсыратын мұғалімдер осы сайтқа тіркелу керек ең алдымен. Одан кейін барып тестке осы сайт арқылы өтініш беру керек. Бүгін мен сіздерге осы сайтқа қалай тіркелуге болатындығын көрсетемін. Алдағы уақытта қалай өтініш беру керек екенін көрсетемін. Міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыздар. Ендеше видеоны көруге дайын болсаңыздар, біз осы жерде Google-дың іздеу батырмасына жазамыз. Aptest Center тіркелу деген міне бізде шықты. Осының біріншісін басамыз. Осы жерде тілін міндетті түрде қазақ тілінде ауыстырып алыңыздар. Тіркелу деген батырманы басамыз. Бір ғана электронды почта арқылы бір ғана қолданушы тіркеле алады. Осы жерге электронды почтаңызды жазасыз. Міне мен мынау жерге жолдасымның электронды почтасын жаздым. Енді тіркелу деген батырманы басам. Көрсетілген электронды мекен-жайға тіркелуді растайтын үшін хат жолданды. Поштаңызды тексеріңіз деген осындай келді. Қазір біз поштамызды тексеретін боламыз. Міне электронды почтамызға осындай хат келді. Көріп отырғандарыңыздай сіздің пайдаланушының аты деген жерде сіздің логиніңіз тұрады және құпия сөзіңіз тұрады. Жасылмен берілген электронды почтаны растау деген батырманы басуымыз қажет болады. Сіздерді міне осындай анкетаға өткізеді. Бұл жерде өзіңіздің ЖСН-іңізді және байланыс номеріңізді енгізсеңіз жеткілікті. Аты жөніңізді, әкеңіздің атын жазудың қажеті жоқ. Тек қана ЖСН мен байланыс номерін енгізесіз және сақтау деген батырманы басуыңыз қажет болады. Міне біз көрсеткен мәліметтер дұрыс екендігі туралы осындай жазу шығады. Міне біз сіздермен Aptest Center'ге осылай дұрыс регистрация жасадық. Енді сіз де өзіңіз осы видеоны қарап, өзіңіз тіркелсеңіздер болады. Осы жерде егер өтініш беру керек болатын болса, сіздер өтініш беру деген батырманы басасыздар. Бірақ қазіргі таңда өтініш беру ашық емес. Мен сіздерге келесі видеода міндетті түрде таныстыратын боламын. Өйткені әр сәрсенбі күні алдыңғы апталарға жаңағыдай квал-тест тапсыратын күндер ашылатын болады. Әр сәрсенбі күні. Ол қазір 2023 жылдың осы уақытында ғана сондай болып тұр. Сондай шығарып қойған. Яғни әр сәрсенбі күні алдыңғы апталарға күн ашылады. Мен сіздерге міндетті түрде алдыңғы осыдан кейінгі видеода оны түсіндіретін боламын. Міне осылай сіздер өздеріңіздің квал-тест тапсыратын сайттарыңызға кірсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.